Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде ізгілік мекені хабары. Ассалаумағалейкум, Бәкір аға. Кітапханаға қалай келдіңіз жалпы? Сіз үшін кітапхана несімен ерекше? Алейкум ассалам. Мен 1991 жылдан бастап қалалық мәдениет басқармасына қарасты зағиптар клубында алдымен нұсқаушы болып қызмет жасадым. Одан кейін барып әдіскер, соңғы жылдары сол зағиптар клубының директоры қызмет жасаған. Кейін ол клуб жабылғаннан кейін барып 2008 жылы осы біздің арнайы кітапханамызға зағиптардың бөлім меңгерушісі болып, бір став жазу дейді ғой, суретін кітаптар шығаратын бөлім. Соның меңгерушісі болып жұмысқа орналастым. Одан қала берді 2009 жылы осы арнайы кітапхананың директор орынбасары қызметіне ауысып, 2014 жылдан бастап күні бүгінге шейін осы арнайы кітапхананың директоры болып қызмет жасаудамын. Зағип жандарға нақты қандай жағдайлар жасалып жатыр осы кітапханада? Енді мынау кітапханамыз өздеріңіз білесіздер, арнайы кітапхана болғаннан кейін бар. Біздің оқырмандарымыздың бәрі көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар. Ол азаматтар үшін біздің кітапханада жағдайдың бәрі былайша айтқан кезде өте көп жасалып отыр. Оның бірінші ең бастысы біздің оқырмандардың бәрі арнайы кітаптармен қамтылған. Арнайы кітаптар дегеніміз бұл бедерлі нүктелі шрифтпен жазылған, брайль жүзімен жазылған кітап, журналдар. Одан кейін бар мынау өзіміздің сөйлейтін, дыбысталған кітаптар дейді. Сол кітаптармен қамтылған кітапханамызда мынау компьютерға үйренем дейтін болса, кейін зағип болғандар бедерлі шрифтпенен брайль жүзін үйренгісі келетін болса, барлығына біздің арнайы кітапханамызда тифлопедагогымыз бар. Сол тифлопедагогымыз бізде компьютер меңгеруге, брайль шрифтпен жазып үйренуге, және де мынау қазір көптеген тифлоқұралдар шығып жатыр. Не дейді мынау? Читающий машина дейміз, оқитын машина дейміз. Солар бар. Көптеген құралдарды меңгеруге осы біздің тифлопедагог қалаған уақытта жәрдем береді. Осы біздің арнайы кітапханамыз толықтай интернет, Wi-Fi-мен қамтамасыз етілген. Біздің мына көз көрмейтін, әлсіз көретін студенттеріміздің бәрі қалаған уақытында келіп, осы біздің кітапханада осы Wi-Fi-ны қолданып, өздерінің сабақтарын дайындауға мүмкіндік жасалған. Көптеген кітапханаға келе алмайтын жағдайы нашарлау, енді денсаулықтары шыли төмен зағип азаматтарымыз бар. Ол азаматтарға біз арнайы надомниктерді үйлеріне арнайы кітаптарды олардың сұранысы бойынша алып келеміз. Бұл тек қана арнайы кітапханамыз біздің зағип азаматтарға былай рухани жан дүниесіне рухани байлық сыйлап қана қоймай, сонымен қатар біз енді мынау әлеуметтікте оңалту жұмысында қатар алып жүреміз. Мына біздің түрлі жәндегі іс-шаралар өтіп тұрады бізде. Оның ең үлкен ауқымдысы жылына бір мәрте зағиптар күніне орай фестиваль ұйымдастырылады зағиптар арасында. Оның ішінде біз жәндегі зағип оқырмандардың арасында ең талантты деген азаматтарды сахнаға шығарып, одан ары қарай жол ашып ары қарай өздерінің биіктеуіне үлкен сахнаға қадам басуына жәрдем береміз. Одан да басқа мынау зағип азаматтар өздерің білесіздер арасында өте талантты азаматтар көп. Мысалы, солар үшін ақындар мүшәйрасы ұйымдастырып тұрамыз. Ақын жанды азаматтарымыз да көп. Мінекей олар да қазір бүкіл республикаға танымал болып келе жатқан ақындарымыз бар. Мынау біздің арамызда тағы да сазгерлеріміз бар. Ол кісілерді де қазір осындай түрлі фестивальдар мен осы іс-шаралардың арқасында жарыққа шығарып, мінекей қазір олар да республика көлемінде танымал болып жатқан сазгерлеріміз бар. Атап өтсеңіз бе екен? Атап өтсем, мысалыға Бакиев Ербек деген өзіміздің тифло осы бөлімнің меңгерушісі ақын, оны барлықтары қазір таниды. Одан кейін бар мынау Мәдина деген қызымыз бар. Ол кісінде қазір ол кісінде әрі проза жазушы, ол кісінде танымал. Мынау өнерлі азаматтарды айтатын болсақ, соңғы кезде Айнұр деген қызымыз Арай халықаралық фестивалінің бірінші орнын жеңіп алып отыр.
Жошбаева Гүлқая деген қызымыз да сол Арай фестиваліне қатысып бірінші орынды жеңіп алып отыр. Оның бәрі біз үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Сіз кеңес үкіметінің заманында да көрдіңіз, қазіргі бейбіт тәуелсіз заманда да қарсы алдыңыз. Айтыңызшы, осы өткен ғасырдың кезеңі мен бүгінгі дәуірдің дәурені қандай? Айырмашылығы неде? Сіздің көзқарасыңызбен қарасақ. Енді кеңес дәуірінде де зағип азаматтардың осы жағдайы нашар болды деп айта алмаймын. Ол кезде де жаман болған жоқ. Бірақ енді қазір егеменді алғаннан кейін барып, ойлаймын үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз деп біздер. Әсіресе айтып отқан осының зағип азаматтар. Өйткені біздің зағип азаматтарға тәуелсіздігіміз алғалы бері үлкен алдарында мүмкіндіктер ашылып отыр. Оның бірден бірі қазір оқимын дейтін, білім аламын дейтін біздің зағип азаматтардың бәріне бұрынғыдан да кеңес дәуірінде гөрі қазір мүмкіндіктер көп. Біріншіден, екіншіден мына біздің өзіміздің мемлекет тіліміз, қазақ тілі де мінекей үлкен кең өрісін жайып келе жатыр. Мына ауылды жерлерден шыққан біздің зағип азаматтарымыз соның арқасында мінекей кітапханадан келіп осындай бір білім алып дайындалып өздерінің болашаққа мысалы дайындалуына үлкен мүмкіндіктер ашылып отыр. Міне қазір көріп отырсыздар, баяғыда ондай болмайтын, тағы осы біздің тәуелсіздіктің арқасында біздің зағип азаматтардың арасында да қазір мінекей білім алдағына қандай жұмыс жасайсың, жұмыс жасай бер, қолыңнан келсе, саған ешқандай кедергі жоқ. Соның арқасында біздің мынау бизнесмен деп отырмыз қазір, кәсіпкер болып жатқан азаматтарымыз да көп. Өнер жағында да өздерін көрсеткен азаматтарымыз көп. Осының барлығы ойлаймын қазіргі соңғы кездегі біздің тәуелсіздіктің арқасында болып жатқан жағдай деп. Сіз қазір жұмыс кабинетінде емессіз. Осы зағиптарға арналған арнайы кітапхананың тифлология бөліміндесіз. Бұл жерде зағип жандардың өз қолынан шыққан дүниелері қойылған осы ортада, және зағиптардың өзінің әндері шырқалып, өлеңдері оқылып, түрлі іс-шаралар өтеді. Сізге атмосфера бөлек. Осының бәрі сізге қалай әсер етіп жатыр? Енді шынында да осы тифлология бөлімге келген сайын мен өзім былай ойланамын. Алла тағаланың құдіреті өте күшті ғой. Мынау біз айтады, мүмкіндігі шектеулі деп айтамыз бізде. Бірақ енді шын мәнінде Алла тағаланың адам баласын мүмкіндігін шексіз жаратқан. Мінекей қарамайсыздар ма? Осы біздің зағип оқырмандардың қолынан шыққан қаншама дүниелер бар деді. Шын мәнінде көзі көрмесе де бұл деген үлкен еңбек, талаптанып, сондай керемет дүниелер шығарғанына қарасаң, ойлайсың, мінекей Аллаға шүкір, адам баласы шын өзін мысалы алдында бір мақсат қойып бір нәрсе жасаймын десе, табына білсе, ықыласын қойса, талабына жете алады деген сөз. Мына көрмейсіздер ме, осы дүниенің бәрі біздің зағип азаматтардың қолынан шығарған дүниелер. Соған өзім іштей қуанамын, ойлаймын, Аллаға шүкір деп. Осында біздің мүмкіндігіміз бар екен, осында біздің зағиптарға арналған арнайы бөліміміз бар екен. Осы бөлімде біздің зағиптардың, оқырмандардың өзінің ойындағы барлық таланттары осында көрсетіп отқанына сондай ойға келемін. Адам баласының мүмкіндігі шексіз екеніне. Өзіңіз арнайы кітапханада басшылық салада қызмет етіп келесіз. Зағип жандардың жай жағдайы, әл-ауқаты сізге етене таныс. Енді олардың өмірге деген құштарлығын арттырып, болашақта өз орнын қалыптастыру мақсатында қандай қадамдар жасау керек? Осыны бір айтып өтсеңіз. Өйткені біздің бүгінгі ізгілік мекені хабары республикаға тарайтын оңтүстік телеарнасынан жарыққа шығады. Ақыл кеңесіңіз біреуге үлгі, біреуге өнеге болуы мүмкін. Осы жайында да толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл енді мен айтатын болсам, бағана айтып кеттім ғой, адам баласының мүмкіндігі шексіз екендігін. Мен өзім кеңес әскерінің бірінші топта көзмігедегі, мен де кезінде көзі сау азамат болған, сауша 10-шы классы 10 жылдықты бітіріп, мен де сол кеңес әскерінен жанарынан айырылғаннан кейін осы қазақ соқырлар қоғамына келген жайым бар. 1988 жылы. 88 келгенде бұл енді мен ойлаймын, адамның көзі көрмей қалу, ол адамның Алла тағалам шығарған адамға үкім емес. Бірден сөйтіп ойламау керек. Көп азаматтар қазір бірден осындай жағдайға түсіп қалса, өздерін тастап жібереді. Болды деген сияқты жоқ. Ол ой дұрыс емес. Мысалы мен өзім келгеннен кейін барып, мен
жұмысшы болып мекемеге орналасқаннан кейін барып жоғары білім алуға баяғыдағы кеңес әскеріне бармай тұрғандағы арманым еді. Соны арманыма жету үшін мен осы арнайы кітапханаға келіп, осы арнайы кітапханада брайльше жазуды үйлендім, брайльше оқуды үйлендім. Енді бұл жерде осының арқасында мен Әл-Фараби атындағы педагогикалық мәдениет институтына оқуға түсіп, соны тамамдап мәдениет қызметкері болып жұмыс жасап жатырмын. Осының бәрі еңбекпен келеді, ешқандай қолын адамдың тастағы болмайды. Шын мәнінде адам алдына мақсат қою керек. Мақсатсыз еш нәрсе болмайды. Алдыңа мақсат қойып, мақсат қойғаннан соған жетем деп адам талпыну керек. Ол үшін жету үшін талпыну керек. Ол еңбекпен келеді бәрі. Сондықтан ерінбеу керек. Мынау көзім көрмей қалды деп өзімді тастамау керек. Керісінше ол адамға қайта екінші бір не дейді? Жаңа өмірді бастағаннан кейін жаңа өмірде өзің жаңа жетістікке жету үшін өзіңді дәлелдеп беру үшін сенің өзің өмірде өзіңді жұрт қатарлы екеніңді сол үшін күресу керек. Еңбек, күрес. Сіз кітап оқуға уақыт табасыз ба? Жалпы кітапты қалай оқисыз? Қандай кітаптарды оқып жүрсіз? Енді мынау өзің білесің, мынау біздің арнайы кітапханамызда қазір екі бөлім бар. Екі бөлімнің біреуі сөйлеуді кітаптар шығаратын бөлім. Екіншісі мынау брайль кітаптарын шығаратын бөлім дейді. Осының бәрі өзімізде қазір қазақ тілінде қазір сұраныс өзім мереке тілде отыр ғой. Көбінесе бізде қазақ тілінде кітаптар көп шығады. Мен енді шынымды айтайын, мынау брайльша журналдарды қазір көп оқуға онша көп оқымаймын, өйткені қол тимейді. Бірақ сөйлейтін кітаптарды оқып тұрамын. Көбінесе соткама жазып бастырып аламын. Қазір соңғы кезде бұрында ескі күйінше үйде оқып тұратынмын, бірақ кітап оқып тұрамын. Уақытым болған сайын күн жоқ кітап оқымаған тағы да болмайды. Өйткені оқымайын десең, біздің өзің білесің, кітапханамызда өте керемет жақсы кітаптар көп шығып жатыр. Соларды қарап отырып оқымасам таба алмайды. Кітап оқып тұрамын. Адам баласы өмірге келгеннің өзі бір бақыт болып есептелсе, әр адамның өмірдегі бақыты әртүрлі болады. Біреулер сан алуан түрде теңеуге теңеп жатады. Сіздің бақытыңыз неде? Бақытты жалпы қалай қабылдайсыз? Бақыт дегенді әркім арқылай түсінеді. Біреуіне мүмкін зәулім үйде тұру, астында қымбат машина, соны бақыт деп санайсың. Әркім арқылай ғой. Бірақ мен айтайын, ол бақыт дегеніміз, ол ата-бабаларымыз бұрын айтып кеткен, бірінші байлық денсаулық дейді, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық қонсаулық дейді. Мінекей осы үшеуі болса, денсаулығы мықты, жанұясы бар, қасындағы сенімді адамменен бала шағаң болса, және істейтін жұмысың болса, өзің жасайтын жұмысың болса, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Бақыт деген сол. Рахмет аға, уақыт бөліп келіп сұхбаттасқаныңызға бақытты болыңыз. Қымбатты телекөрермендер, бүгін біздің қонақта болған Шымкент қалалық арнайы кітапхана директоры Нұрманбетов Бәкір Әбдулла ағамыз болатын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Ізгілік мекені хабарында келесі уақытта кездескенше аман сау болыңыздар.